В общем, достар, подписчиктарым бәрі ұрысып жатыр. Америкадан неғып қайтып кеттің, тренировка істемейсің ба? 3 ай тренировка істеймін деп едің ғой, не істеп жүрсің Алматыда? Түсіндіре кетейін, достар, мен Америкаға барған кезде менің бойым ПММА болу керек болды да. Мен Американ топ тимға барып дайындалуым керек болды. Американ топ тимда 50-60 адам жүреді, спарринг партнерлар өте көп, бәрі UFC-дің байыстары. И ол жақта тез дамайсың да, ПММА тез дамайсың. Бірақ менің ММА-дан болатын бойым отмена болды да, и маған кулачкадан Марсельді берді. А кулачкаға мен по боксу дайындауым керек. Енді по боксу мен Алиштан басқа кім дайындайды, достар? Одан артық мен кім дайындайды? Мен залдар іздедім, тренерлар бар, мықты тренерлар бар, залдар өте жақсы залдар бар Майамида. Вообще бокстың отаны ол жақта Лос-Анджелесте бүкіл боксерлардың бәрі сол жақта жүреді, бірақ Лос-Анджелеске барғым келмеді. Майамида спарринг партнер іздеу керек. Бізде іздемейсің, екінің бірі разрядник, екінің бірі кандидат мастера спорта по боксу. Бәрі боксер почти. И спарринг партнер бізде іздемейсің, өздері келеді да. Ан жақта іздеу керек, в общем, әңгімесі көп. Сонымен Алматыға қайтып кеттім, достар. Алматыда мен жақсы дайындалып, бұйырса шығам 28 март. Марсель Нұрланбек ұлы Арменияда болады, Ереванда. Кім барады, достар? Арменияға. Арменияны шулатайық. Бұйырса өте жесткий бой болады. Жесткий болғанда енді. Анаған жесткий.